Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу телеарнасының эфирінде Ділмар жобасы. Бұл бағдарламада жас ділмаршылар түрлі тақырып бойынша өзара пікір таластырады. Қазақ ауыз әдебиетінде ерекше орын алатын шешендік өнерді дамытуға ынталы жастар бүгін осы ортада. Олай болса, бүгінгі бағдарламамыздың қатысушыларын ортамызға шақырайық. Парасат тобы. Және қарсы тарап Жетісу жұлдыздары тобы. Қош келдіңіздер. Сіздерге сәттілік тілейміз. Алдымен өздеріңізді жақынырақ таныстырып өтсеңіздер. Біз Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауылы номер 49 орта мектебінің Парасат дебат клуб мүшелеріміз. Мен Оразымбет Ақбота және менің оппонентім Абдолла Аржан. Тамаша. Келесі топ. Армысыздар қазақ елі. Мен Талдықорған қаласы номер 4 орта мектептің 10 А сынып оқушысы әрі мектеп президенті Ықсан Аяжанмын. Қайырлы кеш. Мен Талдықорған қаласы номер 4 орта мектептің 10 А сынып оқушысы Айқын Айжанмын. Бәрекелді. Келесі кезекте бүгінгі сөз сайысына баға беретін сарапшыларымызбен таныстырып өтейік. Қазақстан Республикасы Оқу ағарту министрлігінің республикалық оқу әдістемелік орталығының пікір сайыс бойынша эксперті Гауфария Ахметқызы. Және жеке кәсіпкер Камал Кажмұханұлы. Сондай-ақ Островский атындағы орта мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Назкен Имашқызы. Қош келдіңіздер. Ділмар тележобасының қалыптасқан бір ережесі бар. Экранға зер салып, тағы да бір танысып алайық. Екі спикерден тұратын екі топ белгілі тақырып аясында пікірсайысқа түседі. Алғашқы айналымда қатысушылар кезекпен мінберге шығып, пікірсайыс тақырыбының артықшылығы мен кемшілігін, яғни өз ұстанымдарын қорғау керек. Екінші кезеңде қос тарап бір-біріне сұрақ қояды, жауап береді. Үшінші айналымда хабарға қатысып отырған екі топтың бір-бір жақтаушысына сөз беріледі. Төртінші кезеңде жақтаушы және қарсы тараптың бір-бір өкілі тақырып бойынша сараптама жасайды. Ал сайыс жеңімпазын эксперттер анықтайды. Ереже осындай, түсінікті деп ойлаймын. Енді бүгінгі екі топ қандай тақырыпта сөз таластырады екен, оны тағы да бір мәрте экранға зер салып, бейне сюжеттен көрейік. Әйгілі ойшыл Әбу Насыр әл-Фараби: адамға ең бірінші білім емес, тәрбие қажет. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген екен. Расымен де ұрпақ тәрбиесі қай заманда болсын аса жауапты іс. Мұны түсінген дана халқымыз бала тәрбиесіне ерте заманнан ақ ерекше көңіл бөлген. Бабаларымыз сәби шыр етіп дүниеге келгеннен бастап, оның бойына ұлттық салт сана мен қазақи құндылықтарымызды сіңіруге тырысқан. Уақыт өте келе, ұрпақ тәрбиесімен біте қайнасып жатқан салт дәстүрлеріміздің кейбір ұмыт бола бастады. Мамандар мұның заңды құбылыс екенін айтады. Себебі бүгінгідей цифрлы қоғамда өмір сүріп жатқан жастардың ой өрісі өзгеше. Оларға жаңа көзқарас қажет дейді. Сонда болашақ тізгінін ұстар жастарымызды қандай жолмен тәрбиелегеніміз дұрыс? Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы бала тәрбиесіндегі ұлттық және заманауи көзқарас деп аталады. Құрметті спикерлер, дайын болсаңыздар бастайық. Жақтаушы тарап, сізде 2 минут уақыт бар. Армысыздар, қазақтың мықтылары, аузына қараған жұрттың бәрі. Мен жақтаушы тарабының премьер-министрі Оразымбет Ақбота. Бұл палата ұлттық тәрбиені қолдайды. Алдымен дефиниция. Бала, қоғам, дәстүр, тәрбие. Бала тәрбиесі ешқашан салғырт қарауды көтермейтін аса бір күрделі де маңызды іс. Бұл адамды адам қалпына енгізетін де, оны аздырып тоздыратын да осы тәрбие. Ал тәрбие әрине, оның бастауы әрине тіл. Ал осы тілді нақыштауымыз үшін біз балаға жастайынан осы қазақ тілін, ана тілімізді оның санасына құюымыз керек. Біріншіден, баланы жастан дейміз. Бала кездегі тәрбие бұл біздің адам деген тұлғаның іргетасын қалаумен тең. Бұл кездегі айтқан тәрбие білімнің бәрі біздің өміріміздің соңына дейін есімізде қалатыны сөзсіз. Кеше ғана адам санасы үшін жат болып көрінген қылықтар мен дағдылар бүгінгі күні норма. Яғни бұл қалыпты жағдай. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, ешқандай шектеу қоймай баланы тәрбиелеу, оны ертең адамгершілік қасиеттерінен айырмайды ма? Бұндай жағдайда ұлттық тәрбиенің беретін үлесі қандай? Ұлттық тәрбие жайында көбінде қате пікір пайда болады екен. Ол шектеу деген. Алайда ұлттық тәрбие шектеу емес, бұл үгіт пен насихат.
Алтын ұяң отан қымбат демекші, ұлттық тәрбиенің отансүйгіш патриоттарды тәрбиелеудегі алатын орны өте үлкен. Ал осы ұлттық тәрбиенің тұңғиығы қара сөздер, мақал мәтелдер, әртүрлі өлең шумақтары мен қазағымыздың дәстүрінде жатыр. Мектепішілік сұхбат бойынша сұхбат берушілердің 81% осы ұлттық тәрбиені қолдаған болатын. Одан бөлек еліміздің университеттерінен қатар басқа да білім беру орталықтары осы ұлттық тәрбиені һәм дұрыс көреді. Бағанадан ұлттық тәрбие деп жатырмыз. Ұлттық тәрбиеге мен мысал келтіргім келіп отыр. Қосымша уақыт Мағжан Жұмабаев, Ыбырай Алтынсарин және Алаш партиясының мүшелері. Сонымен қатар мен ең бастысы ұлы тұлға Абайды үлгі ретінде көрсеткім келіп отыр. Бәрімізге белгілі Абай Құнанбайұлы өзінің кішкентай кезінен әжесінің қолында өсіп, оның ертегілері мен айтқан ақыл кеңестеріне сусындап өскен болатын. Соның арқасында адамгершілігі мол, нағыз қазақ деген атты шығаратын адам болып шықты. Абайдың Абай болғаны дәл осы ұлттық тәрбиенің арқасында. Осы ырғақта мен өзім сөзімді аяқтаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бәрекелді. Қарсы тарап дайын болсаңыздар, келе қойыңыздар. Сәлем түзелмей, әлем түзелмейді демекші, армысыздар қазақ елі. Мен өз сөзімді бірден қарсылас топқа рибатыл жасаудан бастаймын. Және де біздің тарап бала тәрбиесіне заманауи көзқараспен назар аудару керек деп есептейді. Оның себебі неде? Ең алдымен заманауи көзқарас дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп, алаңымызды кеңейтіп өтетін болсақ, заманауи көзқарас дегеніміз қазіргі қоғамда қалыптасқан принциптерді өз бойына жинақтаған пікір болып есептелінеді. Және де Бауыржан Момышұлы атамыз айтып өткенде, ел боламын десем, бесігімді түзе деп, біз баланы кіші кезінен бастап, ата-ана оны мәжбүрлемей, оған тек қана балам сен осыны жасайсың деп қана қатып қалған сөзді айтпай, оған тек қана бағыт бағдар көрсетіп, заманауи пікірде тәрбиелей білуі керек. Ал ата-анамен қазіргі таңда ұлттық тәрбие дегеніміз, ол керісінше балаға шектеулер қояды. Яғни бала өз ойын айқын айтуға шектеу қойып, өзін ойын айқын айта алмайды және де дара тұлға болып қалыптаспайды. Осыны енді мен өз аргументімді дәлелдейтін болсам, oynet.kz сайтынан алынған 2021 жылғы ақпаратқа сәйкес, осындай ұлттық принциптерді ұстанған бала болашақта өз ойын айтуда қынжылады және де психологиялық зақым алады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Конституциясының бала құқығы жайындағы заңындағы бірінші бапқа сәйкес әр бала өз ойын айтуға құқылы. Және де заманауи көзқарас бұны қолдайды. Тіпті 20 ғасырдың өзінде өзіміздің қазақ зиялылары, ақын жазушыларымыз осы ескінің шырмауында қалған тәрбиені жаңа принципқа өзгерту керек екендігін айтып өткен болатын. Енді мен әдеби шығармадан дәлел келтіретін болсам, Міржақып Дулатовтың Бақытсыз Жамал шығармасын қарастырсақ та, шығарма желісінде Жамал осы қызға қырық үйден тыйым, жұрттың балаларымен салыстыру және де ата-ана тарапынан қатып қалған бір принциптерді орындау бойынша шығарма соңында өз өмірмен қош айтысып, осының зардабын шеккен болатын. Бұл ненің айқын дәлелі, яғни біз осы тіпті 20 ғасырдың өзінде де біздің ата-бабаларымыз осы ұлттық тәрбиенің орнына жаңа заманауи тәрбие керек екендігін айтап өткен болатын. Сонымен қатар мен 8 және 9 сынып оқушылардың арасында жүргізген сауалнамаға сәйкес, яғни өзімнің мектебімде жүргізген балалардың көбісі қыздардың осы қоғамдағы сатысы ұлдардың қоғамдағы сатысына қарағанда төмен екендігін атап өткен болатын. Бұл ненің айқын дәлелі? Яғни бізге бала күнімізден бастап осы қыздарға тыйымдарды салу және де ұлдарды керісінше үйдің иесі деп өсіруінің айқын дәлелі. Яғни біз бұл жерден адамның жынысына қарай олардың кемсітушілікке ұшырауын айқын анықтай аламыз. Қосымша 30 секунд. Сонымен қатар тағы да айта кететін жайт, Мағжан Жұмабаев айтып өткендей, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты ұрпақты өсіреміз десек, жаңа қарсылас топ айтып өткен болатын. Біз үшін, яғни біз мектеп оқушылары неліктен ұлттық тәрбиені қолдайды деген сауалнама жүргізген болатын. Бірақ та осы сауалнамада неліктен мектеп оқушылары осы ұлттық тәрбиені қолдайтыны жайында аргумент, факт жеткізбеген болатын. Сондықтан біз сіздердің аргументтеріңізді қабылдамаймыз. Жалпыма 90 сөзін тобықтай түйінін айтатын болсам, біз осы егерде елімізді жарқын болашаққа жетелейтін заманауи принциптерді ұстануымыз керек. Себебі заманауи заман жаңа енгізулерді талап етеді. Рахмет. Рахмет.
Жақтаушы тараптың спикерінен естіген негізгі сөзіміз, ұлттық тәрбие бұл шектеу емес, яғни бұл үгіт насихат деді. Ал қарсы тарап керісінше бұл шектеу, жастарға еркіндік беру керек деп ойлайды екен. Жалғастырайық, жақтаушы топ, келе қойыңыздар. Армысыздар жиналған ағайын. Амандасу алдымен ата салтым, жүрегіммен сезінем сөзін нарқын деп, өз сөзімді бастайын. Мен премьер-министр орынбасары Қабдолова Аружанмын, және біздің топ өз позициямызда қаламыз. Бала тәрбиесінде ұлттық тәрбиенің маңызы зор. Енді қарсылас топтың тарапынан айтылған аргументтерге қарсы аргументтерді сұнайын. Сіздердің айтуларыңызша, заманауи тәрбиеде тәрбиеленген балаға шектеулер қойылмайды. Және ата-анасы мен баласының арасында қандай да бір жақсы қарым-қатынас болады деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ тыныш жерде де бір бәле болады. Заманауи тәрбиеде де, ұлттық тәрбиеде де ата-ана мен баланың арасында бір келеңсіз жағдаяттар болады. Және ол екі тәрбиенің арасында қандай да бір ерекшелікті немесе айырмашылықты көрсетпейді. Сондай-ақ, сіздердің айтуларыңыз бойынша ұлттық тәрбие шектеу деп, бірақ өздеріңіз естіген шығарсыздар, менің бірінші спикерім, яғни лидерім айта кеткендей, ұлттық тәрбие шектеу емес, үгіт насихат. Біздің сөзімізге дұрыстап құлақ асуларыңызды сұраймыз. Ұлттық тәрбиеде құқық бұзушылық жоқ, сіздер бізге заңнамаларды айтып кеттіңіздер, бірақ осы ұлттық тәрбиеге жүгінген адамдар қандай да бір қылмыс жасап, немесе баланың құқығын бұзып, оны намыссыз жерге таптағанын көрмедім мен ешқайдан. Яғни осы фактілеріңіз біртүрлі болып қалды өзіміз үшін. Ұлттық тәрбие стереотиптер емес, ол негізі саналы ұрпақты тәрбиелеу болып табылады. Сондай-ақ қазіргі заманда да әйел адамдар бір саты төмен, тек бұрынғы заманда емес, қазіргі заманда да әйел адамдарды еркек адамдардан төмен ұстайды. Сондықтан сіздер бұған да қандай да бір аргумент келтірген жоқсыздар. Тек бұрынғы заманда әйелдер бір саты төмен дедіңіздер, оған дәлелдер болған жоқ. Енді өзімнің тобымның сөздерін түйіндей кетейін. Оппонентім Ақботаның сөздеріне сәйкес келе, алаңға контраргументтерді енгізейін. Бірінші контраргумент ол заманауи кездегі ата-ана мен баланың қарым-қатынасы. Яғни қазақтар не деп айтады? Әке тұрып ұл сөйлеген қазақта әтес болмаған, ана тұрып қыз сөйлеген көкейіне қонбаған демекші. Осы ата-аналар мен балалардың арасындағы жақсы қарым-қатынас ұлттық тәрбиенің негізінде жүзеге асады. Отан отбасыдан басталады дейді емес пе? Отбасыда алған тәрбие барлық өмірімізге де жетіп жатады. Сондай-ақ қызды қырық үйден тыю деген мысал келтіре кетейін. Жоқ, бәлкім сіздер қазір ойлап қаларсыздар. Ойбай, қызды қырық үйден тыю деген ол қыздың намысын таптау, қызды жоқшылыққа жібер деп. Жоқ, ол олай емес. Осы 40 тыйымның бәрі қыз баланы қандай да бір жамандықтан, бәле жаладан сақтау болып табылады. Келесі контраргумент ол қазіргі жастардың шығыс және батыс елдеріне еліктеу. Қосымша 30 секунд алдын ала алып қояйын. Осы қазақ балаларымыз бен қазақ жасөспірімдеріміз басқа елдің субмәдениетіне еліктейді. Ол қалай? Өнеріне, шығармашылығына, музыкасына және стиліне еліктеушілік болып табылады. Осы сәтте статистикалық мәлімет ұсынғым келеді. Бұл мәлімет дерек көзі жастарға арналған портал сайтынан. 68% қазақ жастары басқа елдің шығармашылығына еліктейді. 28% басқа елдің музыкасына, ал қалған 4% өзге елдің стиліне еліктеушілік көрсетеді. Келесі контраргумент, оппонентім айта кеткенде, Алаш партиясының зиялы қауымы қазір бұл балалардың тәрбиесіне қалай әсер етеді деген сұрақ туындайды. Үлкендеріміз яғни ұлт зиялыларын атын ешқашан өшірмейді. Ол кісілер үнеміздің жүрегімізде, ойымызда. Сол адамдарды мәңгі есте сақтау үшін заманауи тәрбие емес, осы ұлттық тәрбиенің негізін қалау керек деп ойлаймыз. Қорытындылай келе, түйін жасай келейін. Мағжан Жұмабаев атамыз айтқандай, мен жастарға сенемін. Яғни осындай саналы ұрпақты болашақтың бағдарын тәрбиелеу үшін ұлттық тәрбиені негізге алайық. Осымен менің сөзім аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Өте тартысты пікірсайыс болып жатқан сияқты. Енді екінші топтың спикерін шақырамыз ортаға. Армысыздар ел, жұртым, дара халқым. Амандасып алдымен ата салтын демекші, қайырлы кеш, құрметті қазақ елі, біздің қарсылас топ және де тыңдармандар. Бүгінгі біздің ұстаным бала тәрбиесіне заманауи көзқараспен қарау. Не себепті заманауи көзқараспен қарау? Себебі заман ағымы ол бала тәрбиесі бұл біздің болашағымызға тікелей қатысы бар. Егер біз жарқын болашаққа жеткіміз келсе, бізге саналы заманауи түрде тәрбиеленген
ұрпақтар керек. Мен өз сөзімді ребатылдан тікелей бастағым келіп тұр. Бізге қарсылас деп айтқан болатын, қазіргі кезде осы ата-ана мен баланың арасында дұрыс қарым-қатынас жоқ, дұрыс қарым-қатынас дұрыс емес деген болатын. Және де өздері де мойындап өткен болатын. Ұлттық тәрбиеде ата-ана мен баланың ара қатынасы дұрыс емес деп өздері мойындап өткен болатын, құрметті эксперттер. Мен осы сөздердің аргументімен келтіретін болсам, өздеріңіз білетіндей бұрынғы кезде жастар осы ең жас жұп өзінің алғашқы баласын ата-әжесінің қолына беретін. Яғни мен осы жөнінде өзім бір іздестіріп көрген болатынмын. Өзіміз білетін Қазақстан арнасы мәселе бағдарламасында Мадина Әлімбек қызынан сұхбат алынған болатын. Бұл қыз, бұл ата-әжесінің қолында өскен қыз болатын, және де ол өзінің ата-анасы бар екенін 3-ші сыныптан білген. Құрметті эксперттер, бұл дегеніміз не? Ол өзінің ата-анасын 3-ші сыныптан бастап білген. Оның ата-әжесі өзінің туған анасын басынан сипалатқызбайтын. Оны тіпті сол Мадина өзінің ата-анасын аға, сосын апа деп айтатын. Бұл дегеніміз не? Яғни өзінің ата-анасын апа деп, өзінің ата-анасын анашым деп айта алмай тұрған ұрпақтың болашағы не болмақ, құрметті эксперттер? Мен келесі сөзімді Массагет сайтынан алынған ақпаратқа сүйенгім келіп отыр. Бала тәрбиесінде заманауи ата-аналар өз баласына таңдау құқығын береді. Яғни бала өзінің кез келген өзінің сүйікті мамандығын таңдап, сүйікті ісімен шұғылдана алады. Оған айқын дәлел ретінде осы өзіміздің оқушылар сарайына алайық. Оған кез келген оқушы келіп, өзінің қызығатын саласына жазыла алады. Ол мемлекеттен беріп тұрған заманауи тәрбиенің айқын тайғақ таңбай басқандай үлгісі болады. Яғни біздің Жансая Абдумалик деген қызымыз бар, өзіміздің Қазақтан шыққан шахматтың красметрі, яғни халықаралық мастер. Оның ата-анасы осы қалаған шахматына рұқсат береді. Яғни бұл осы жастардың арасында біз осы жастардың қалаған ісіне келетіннің мүмкіндігі. Егер бізге осы мемлекет, өзіміздің ата-анамыз заманауи тәрбие осына мүмкіндік бермесе, біз осы жерде өстіп сөйлей алмайтын едік. Келесі кезекте Америка құрама штаттарының Чикаго университетінің ғалымдарының жүргізген зерттеу нәтижесіне көшейік. Жалпы бұл зерттеу баланы кіші кезінен бетін қақпай, тыймай тәрбиелесе, өскелең ұрпақтың сыни ойлау қабілеті, фантазиясы 48,7%-ға өтеді. Бұл баланың бетінен қақпау, бұл норма деп ойлайсыздар ғой, бірақ ұлттық тәрбиеде бұл олай емес. Ұлттық тәрбиеде мынандай мақал бар. Қосымша 30 секунд сұраймын. Балаңды 5 жастан 15 жасқа қарай құл ретінде қара деген мақал бар. Бұл не деген сөз? Біз қазір демократиялық зайырлы мемлекетпіз. Неге олай қарау керек? Әр баланың өзінің құқығы, өзінің таңдауы бар. Біз осыған назар аударуларыңызды сұраймын, эксперттер. Келесі кезекте біздің осы өзім туралы Қасым Аманжоловтың бір өлең сөздерін айтып өткім келеді. Сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ, қараймын елесіңе мен таңырқап. Жаңыртып жер сарайын сен келгенде, көрпемді мен жатармын қырдағымтап. Яғни бұл дегеніміз жастардың осы заманауи тұрғыдан дамуы. Яғни сол біздің ата-бабаларымыз бізге заман ағымына қарай мемлекетімізді арғатай дамуына деген өзінің сенімінің айқын дәлелі болып табылады, құрметті эксперттер. Және де бұрынғы кезде әке-шешесі өзінің жұмысымен кеткен кезде бала қараусыз үйде жалғыз қалатын. Ал қазіргі кезде балабақша бар. Балабақшада бала сенімді қолда болады. Және де ол басқа балалармен араласа отырып, өзінің коммуникациялық дағдыларын жетілдіреді. Бұл дегеніміз осы қазіргі кезде норманың заманауи тәрбиенің дамуының бір дәлелі болады. Мен өз сөзімді қорытындылай келетін болсам, қазіргі кезде бізді заманның дамуы үшін бізге заманауи тәрбие керек. Біздің ата-бабаның арманы мәңгілік елге жеткіміз келсе, дамыған 30 елдің қатарына кіргіміз келсе, біз осы бізге заман беріп тұрған мүмкіндіктерді толықтай қолдануымыз керекпіз. Мен сіздерді заманауи тәрбиені қолдануға шақырамын. Рахмет. Тамаша, көп-көп рахмет. Енді келесі кезең сұрақ-жауап кезеңі. Бір-бірлеріңізге дайындаған сұрақтарыңызда бар шығар, Заманауи тәрбие сөзіне тәрбиеге еркіндік сөзі синоним бола алады ма? Заманауи тәрбиемен тәрбиеленген адамға қандай мысалдар келтіре аласыздар? Сіздер ойлап қалмаңыздар, заманауилықпен өмір сүріп жүрген адамдар деп. Осы заманауи тәрбиемен тәрбиеленген адамға мысал керек. Заманауи тәрбиемен тәрбиеленген адамдарға біз өзімізді қарастырсақ та болады. Себебі біз бүгінгі сайысқа келіп тұруымыздың өзі де осы заманауи тәрбиемен тәрбиеленгеніміздің айқын дәлелі. Яғни бізге ата-аналарымыз ешқандай шектеу қоймай, өз ойымызды айқын, еркін айтуға мүмкіндік беріп отыр. Ол осындай айқын дәлел болады деп есептеймін. Сіздер қолданып отырған Бауыржан Момышұлы, Мағжан Жұмабаевтың өздері ұлттық тәрбиемен тәрбиеленгенін білесіздер ме?
Я білеміз, бірақ та тіпті осы кісілердің өздері 20 ғасырда ұлттық тәрбиенің ескінің шырмауында қалғандығын, және де біз жаңа сатыға өтуіміз үшін тәрбиені, яғни жаңа принциптер енгізу керек екендігін атап өткен болатын. Сонымен қатар сіздер өздеріңіз айтып тұрсыздар 15-ке дейін қолдай жұмса деп. Ол сөзін, ол мақалдың жалғасын білесіздер ме? 15-ке дейін қолдай жұмса, одан кейін қандай көр деген. Оның жалғасын білетін бе едіңіздер? Негізінде ол қандай көр емес. Бірінші, 1 жасынан 5 жасқа дейін қандай көр, сосын 5 жастан 15 жасқа дейін құлыңдай көр, 15 жасынан 16 жасынан кейін досыңдай сырлас дейді. Неге ол 15 жастан 16 жасқа дейін досыңдай сырласу керек? Ата-ана мен бала, оның арасында ерекше қарым-қатынас, ол тек қана дос сияқты емес, ол ерекше қарым-қатынас, ол ата-ана кез келген жасында, баланың кез келген жасында онымен сырласып, оның ішкі жан дүниесін сезіне білу керек. Ал сіздердің ойларыңызша, сонда ұлттық тәрбие негізі жүзеге асса, ата-ана баласын тыңдамай ма? Егер де ұлттық тәрбиеге сүйенетін болсақ, ұлттық тәрбиеде бізде көптеген шектеулер бар. Яғни баланың өз ойын айқын айтуға деген шектеу болады. Және де ата-ана мен бала арасындағы алтын көпір бұзылып қалады. Ал заманауи тәрбиеге сүйенетін болсақ, осы алтын көпірді қалыптастыратын да осы заманауи тәрбие болып есептелінеді. Келесі сұрақты біз қойсақ, жаңа заман, жаңа тәрбие реформасын қажет етеді деп ойлайсыздар ма? Иә. Қыздың мәртебесі ер балаға қарағанда төмен деп есептейсіздер ме? Жоқ. Үлкенге қарсы сөйлеме деген ұстаным эйджизм деп есептейсіз бе? Жоқ. Ұлттық тәрбиенің кейбір аспектілері заңға қарама қайшы екендігін білесіз бе? Жоқ. Ондай заң жоқ. Өскелең ұрпақты ескінің шымауында қалған көзқараспен тәрбиелеу керек деп есептейсіз бе? Жоқ. Нағыз көшбасшы заманауи тәрбие негізінде бой түзеу керек деп есептейсіз бе? Жоқ. Ұят болады. Принциптердің негізінде баланы тәрбиелеу дұрыс деп есептейсіз бе? Яғни, ұят болады, бұны істеме, яғни үлкен тілін алу деген принциппен тәрбиелеу керек пе? Жақсы сұрақ аяқталды, рахмет. Қатысушыларымыз 4-ші кезеңге дайындалғанша біз студия қонақтарына сөз кезегін берсек. Жалпы бірінші кезең бойынша сіздерде біраз ой түйген шығарсыздар, қандай алып қосарларыңыз бар? Кеш жарық құрметті дебат-сүйер қауым, мен өзімді таныстыра кетсем, 4-ші мектептің 10-шы сынып оқушысы Мұрат Аладина. Мен өз ойымды айта кетсем, яғни жетісу жұлдыздар тобын қолдаймын, себебі әрбір мысалы заманауи тарапта егер біз осы буынды тәрбиелесек, біз алдыдағы болашақтағы жетістіктерге жете аламыз деп есептеймін. Себебі Парасат тобының айтуы бойынша, егер біз ұлттық тәрбиемен, менің ойымша, тәрбиелейтін болсақ, ол балаға қазіргі таңда заманауи жағынан қысым болады. Яғни, алдыңғы буынды салыстыра кетсек, яғни, алдыңғы замандағы біздің аталарымыз, апаларымыздың тәрбиелері ұлттық тәрбиеден шықты. Яғни, қарап тұрсақ, ол ұлттық тәрбиені қазіргі заманауи өсіп келе жатқан, мысалы, біздерге қолданса ата-анамыз, бұл яғни біздің тарапымыздан қысым болады. Менің ойымша, яғни баланы еркіндікке жіберу керек деп есептемеймін. Яғни бұл тарапта айтатыным, бала мен ата-ана арасында дос болу керек. Яғни жұлдыздар, яғни жетісу жұлдыздар тарапының керемет екі спикері айтқандай, заманауи тараптан біз егер осы болашақ дамып келе жатқан жастарды үйретсек заманауи тәрбиемен, алдыдағы болашақтағы жетістіктерге жете аламыз деп есептеймін. Армысыздар, мен өзім таныстыра кететін болсам, 18-ші мектептің 10-шы сынып оқушысы Ариланова Аидамын. Мен осы сәтте Парасат тобының ойына толықтай келісіп отырмын. Заманауи тәрбиемен тәрбиеленген баланың тәрбиелеп отырған ата-анасы ұлттық идеологиялық тәрбиемен тәрбиеленгенін біз осы жерде атап өткіміз келеді. Қазіргі күнде біз үлкенді сыйлау, басқа адамға құрмет көрсету және де біздің қазақи нақыштағы ойларды біз сыртқа қалдырып кетпейміз, оны біз күнделікті өмірде қолданып жүрміз. Сондықтан біз әлі де балаларды ұлттық тәрбиемен тәрбиелеу дұрыс деген ойдамын. Рахмет. Жақсы. Мен номер 4-ші орта мектептің 8-ші сынып оқушысы Марат Қыстахмина болам. Негізі маған осы даттаушы тобының ұстанымы жақын. Себебі мен ойымша біз елдің жарқын болашағы үшін заман талабына сай болу керекпіз. Ал осы ел дамитын кісілер
кісілер ол бізде әрине жастардың қолында. Осы біздің дамыған ел қатарына, жаңағыдай даттаушы тобының екі спикері айтып кеткендей, дамыған елдің қатарына бізге кіру үшін бізге заман талабына сай болу керек. Ал оның кілті бізде жастар болып табылады. Сол себепті біз осы жастар тәрбиесіне тоқталып, оны заманауи түрде жүргізу керекпіз деп есептеймін. Бүгінгі дебат ойыны маған қатты ұнады. Парасат тобы және жетісу жұлдыздар тобының ойындары да қатты тартысты және қызықты өтті. Мен барынша парасат тобын жақтаймын. Екі жақта да аргумент барлықтары тартысты өтті. Және де айтылып жатқан мақалдар, қазақ зиялыларда жақсы айтылды деген ойдамын. Үш кезеңді қорытындылап, сараптама жасайтында уақыт келіп жетті. Олай болса, қарсы тараптан ортаға шақырамыз. 2 минут уақытыңыз бар. Тағы да армысыздар қазақ елі. Енді сараптамаға өтетін болсақ, мен бірден сараптамамды көлденең жасап өтетін болсам, толық ойынға, яғни біріншіден бүгінгі ойын өте тартысты өтті деп ойлаймын, және де тіпті осы ойынның соңында да біз өз позициямызда қалатынымызды атап өтемін. Ал енді тігінен, яғни әр спикерға анализ жасап өтетін болсақ, қарсылас топта біріншіден олар ойын алаңын кеңінен аша алмады. Сондықтан біз өз тарапымызда қосымша дефиницияны енгізіп, ойын алаңын кеңінен жан-жақты ашуға мәжбүр болдық. Екіншіден, ол кісілер мәселенің өзектілігін түсіндіре алмады, яғни статус-квоны тиімді пайдалана алған жоқ. Ал біз өз кезегімізде мәселенің ұтымдылығын және де өзектілігін қарастырып өткен болатынбыз. Сонымен қатар сұрақ қойғанда қарсылас топ біздің тарапқа өтіп кеткен болатын. Яғни біз ол кісілерге ұлттық тәрбиеге негізінде қалыптасқан мысалдарды келтіре отырып, сіздер осы мысалдармен келісесіздер ме дегенде, олар яғни оның дұрыс емес екендігін айтып біздің тарапқа өтіп кетті. Сонымен қатар, ал менің екінші, яғни оппонентім өзінің ойын нақты аргументтерді келтіре отырып, дәлелдерді және философияны ұтымды қолданған болатын. Ал енді қорытындылай келе, бүгінгі ойынның негізгі мақсаты осы аргумент, философия, дәлелдерді ұтымды қолдана отырып, берік, мықты үй құрастыру болды дейтін болсақ, қарсылас топтардың үйі, яғни әлсіз материалдардан, философия, дәлел және аргументтерден құрастырылып, мұжылып қалды десек те болады, яғни құлап қалды. Ал біздің үйіміз өз кезегінде, яғни біздің пікіріміз және позициямыз, аргумент, дәлел және де философияны ұтымды қолдана отырып, биік зәулім ғимарат ретінде көрініс тапқаны айдан анық. Сонымен қатар, осы ойынның соңында қарсылас топтың дәлелденген ақпаратқа сілтемені өте сирек айтқанын атап өткіміз келеді. Сонымен қатар біздің аргументтерге ол кісілердің контраргументтері өте аз болды. Ал біз өз кезегімізде контраргументті өте тиімді қолдандық. Ал қорытындылай келе, біздің позиция бізді жалпылама қазақ елін жарқын болашаққа жетелейтіні айдан анық. Рахмет. Рахмет. Тағы да сәлеметсіздер ме? Біз ойынды анализдей келе өзіміздің позициямызда қаламыз деп айтқым келіп отыр. Жалпы бүгінгі ойын өте тартысты да қызу өтті деп ойлаймын. Біздің топты сараптай кететін болсам, мен өзім алаңды аша алдым, аргументтер келтірдім, дефиницияны көрсеткен болатын, және біздің аргументтер құлаған жоқ. Менің оппонентім Аружан қарсылас кейсін құлата білдік, контраргументтер ұсынды. Ұлттық тәрбиенің маңызын түсіндіре білді. Ал қарсылас топқа сүйенетін болсақ, менің бір таңғағаным және менің көңілімнен шықпағаны, екі спикерде тек бір нәрсені ғана айтып тұр. Заманауи тәрбиеге нақты бізге не берген жоқ. Нақты оның не екенін түсіндірген жоқ, мысал келтірген жоқ. Мен тағы бір байқағаным, олардың ешқайсының сөзінде де мысал болмады. Сонымен қатар өздерінің 100% тәрбие емес, бағдар көрсетеді деп заманауи тәрбиені айтып тұр, бірақ ол нақты заманауи тәрбие емес, ұлттық тәрбиеге қатысты нәрсе болатын. Сонымен қатар біз басында айта кеткенде, мен де өзім оппонентім айтқанындай, ұлттық тәрбие шектеу емес деген болатынбыз. Бірақ олар оны аңғармаған сияқты, немесе ескермеді. Сол үшін де олар ойын бойы тек қате ұстанымға ғана жүгініп, соны ғана айтқан болатын. Осымен 4 кезеңде аяқталды. Тартысты пікірсайыс болған секілді. Енді нақтырақ біздің сарапшыларымыз айта кетсін. Назкен Имашқызы, сөз кезек өзіңізде. Сіздер ме құрметті қауым, көрермендер, пікірсайысшылар, бүгінгі ойындарыңызға көп рахмет. Ойынымыз тартысты өтті. Өзі бір өзекті мәселе
айналасында өтті. Ережеге келетін болсақ, екі топта ережені сақтауға тырысты деп айталам. Қателіктер әрине болды, бірақ барлық негізгі ойын ережелері сақталды. Енді ойынға командаларға келетін болсақ, жақтаушы парасат тобы аргументтеріңізді фактімен дәлелдей алдыңыздар, ол жағы дұрыс болды. Бірақ сұрақтар кезеңінде сіздер даттаушы жақтың сұрағына жауап беріп отырып, өздеріңіз байқамай кері жаққа ауысып кеттіңіздер, жауап беріп отырып. Ал енді жетісу жұлдыздары командасына келетін болсақ, сіздер де аргументтеріңізді фактімен, статистикамен дәлелдедіңіздер. Жалпы менің ойымша бұл ойында даттаушы жақ басым болды деген шешімге келіп отырмын. Армысыздар, құрметті ойыншылар, құрметті көрермендер. Енді бала тәрбиесі, ұлттық тәрбие мен заманауи тәрбие деген тақырыпта мәселе қозғалып отыр. Әрине, ұлт болу үшін бала тәрбиесі өте маңызды рөл атқарады. Енді тараптардың бүгінгі дайындықтарын байқадық. Ойында кәдімгідей қызығарлықтай тартыс болды. Бірақ дегенмен де ұлттық тәрбие мен заманауи тәрбиенің нақты бір айырмасын көре алмадық. Ұлттық тәрбиеде жаңағы ежелгі аңыз әңгіме ертегілер айту болса, заманауи тәрбиеде балаға еркіндік беру деген аумақта айтылды. Бірақ енді ұлттық тәрбиенің қандай белгілері бар, ол қалай қолданды, оның нәтижесі қандай болды. Ұлттық тәрбие әрине біз оны жоққа шығара алмаймыз. Ұлттық тәрбиені көріп өскен ұлт зиялылары, қоғам қайраткерлері, алаш арыстары мемлекетіміздің қалыптасуына үлкен үлес қосқан дара тұлғалар бар. Сол жағынан енді ұлттық тәрбиені зерттеген ғалымдар, ұстаздар, мамандар өте көп болды. Абайдың өзі де бала тәрбиесіне, адам тәрбиесіне аса назар аударып, ол туралы көптеген қара сөздерінде айтылды. Сол жақтарын ашып, көрсетіп, сондай бір жаңағындай Абай сияқты бас ақындарымыздың, басқа да ұлт зиялыларының сондай бір пікірлерін, осы туралы айтылған ойларын ортаға салып талқылағанда дұрыс болар еді деп мен ойлаймын. Заманауи тәрбие, әрине заманауи тәрбиенің енді еркіндік бергенде де баланың енді бетінен қақпаймын деп бетпақ қылып алма дейді. Сондықтан еркіндік бергеннің өзінде де оның қандай бір ұстанымдары болу керек, қай жағынан еркіндік беріп, қай жағынан тыю керек, қай бағытта баланы тәрбиелеу керек, сол жөнінде де бір ашық әңгімелер айтылуға болатын еді. Бірақ жақсы пікірлер айтылды. Бір жеке тұлғаның бір мысалдарын айттыңыз, жаңағы үлкен ата-әженің қолына беріп тәрбиелеген бала туралы. Әрине ондай жеке бір жағдайлар өмірде кездеседі. Бірақ дегенмен де тағы да ауқымды қарауға болатын еді. Заманауи тәрбиенің қандай белгілері бар? Қазіргі мемлекет тарапынан бала тәрбиесіне енді ағарту жөніндегі жүрген ұстаздарымыз қай бағытты алды, мектепте қандай әдістерді қолданып жатыр, оның қандай нәтижесі бар деген сияқты осындай мәселелерді айтуға болар еді деп ойлаймын. Енді өз көзқарасымыз бойынша тартыс жақсы болды. Бұл жерде мен енді екінші спикерлердің басымдығын байқап отырмын. Қай команданың жеңіске жететінін қазір сараптай келе айтатын боламыз. Бірақ ойын өте нәтижелі, ауқымды болды. Бірақ жаңағы айтқан ескертулерді болашақтағы жарыстарда ескерсеңіздер деген ниеттемін. Рахмет ойындарыңызға. Рахмет. Гауфар Ахметқызы. Құрметті пікірсайысшылар, енді бүгінгі ойынға келіп қатысқандарың үшін алғысымды білдірем. Жалпы қазақтың баласы әр кезде өзін көрсете біледі ғой. Бүгінгі ойындағы, мысалы біздің тақырыбымыз өте қазіргі заманға сай. Сол себептен біз мына Ділмар бағдарламасында осы тақырыпты алып отырып, сол тақырыпты қандай заманауи тәрбие бар,
қалай оны бүгінгі күнде мына ата-аналар, мұғалімдер соны іске қалай асырып жатыр? Өздеріңіз мысалы осы Ділмар бағдарламасына келіп, қалай заманауи тәрбиені қолданып жүрсіңдер? Соны сіздер өкінішке орай ашпай кеттіңіздер. Міне, қарсы тарап. Ал енді жақтау тарапқа келсек, ұлттық тәрбиені тек қана мақал-мәтел, дәстүрмен сіздер үстірт қана өздеріңіз айтып кеттіңіздер, нақтылай сіздер де аса көрсете алмадыңыздар. Себебі қазақ болып қалу үшін бізде ұлттық тәрбие нығаю керек, ұлттық тәрбие басым болу керек. Себебі бізден басқа әлемде басқа ұлт қазақ деп атанбайды. Біз ғана қазақпыз. Қазақтың артықшылығы басқа ұлттарға қарағанда неліктен? Сол мәселе бұл жерде қарастыру керек деп өзім санаймын. Ал енді сіздерге бүгінгі ойында енді ойынның жалпы ережесін сақтауға тырыстыңыздар. Ол жақсы. Бірақ балалар, бұл жерде ең бастысы бір-бірдеріңізді дұрыс тыңдау. Сол жерден сіздерден ең үлкен қателік кетіп отыр. Себебі мына жақтау тарап керекті мағлұматтар, сөздерді пайдаланды. Ал енді қарсылық көрсеткен тарап несінде айтып кетті сараптамасында. Біз дефиницияны қолдадық, көрсеттік деп. Бірақ ойын барысында ол дефиниция қалай болды? Мысалы, мен өзім оны естіген жоқпын. Енді ойынның қорытындысы бойынша бір ұпаймен бізде парасат тобы алдыға шығып отыр. Рахмет сіздерге. Бәрекелді. Жанерке, Аружан, сіздерді бүгінгі жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Алдағы сайыстарда сіздерді күтеміз. Жақсылап дайындалып келіңіздер. Ал қарсы тарап Хаяжан, Айжан, енді қапаланбаңыздар. Сіздердің жеңістеріңіз әлі алда деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет. Жеңістеріңіз көп болсын. Құрметті қатысушылар, енді бір-бірімізді құттықтап, қол алысып қойсақ, ортаға келе қойыңыздар. Қошемет білдіріп қояйық. Ендігі ретте жас ділмаршыларымызды марапаттау үшін сарапшыларымызды ортаға шақырамыз. Құрметті пікірсайысшылар, бүгінгі ойынға рахмет. Жалпы тақырып күрделі, түсінікті. Сол себептен ойынның аты ойын, келесі кезеңге өтетін бізде парасат тобы. Ал енді ойынның бүгінгі демеушісі біздің қасымыздағы отырған экспертіміз Қамал деген жігіт өзі демеуші болып, өз сыйлықтарын сіздерге ұсынады. Бәрекелді. Сый-сияпаттарыңыз құтты болсын. Қошемет білдіріп қояйық тағы да. Қадірлі көрермен, Ділмар тележобасының бүгінгі түсірілімі осымен аяқталды. Мақсаты айқын, мұраты биік жастарымыз көп болсын. Амандық саулықта жүздескенше.